Allahu akbar, Allahu akbar. Сонымен енді екі тараптың арасындағы соғыс басталды. Сол жерде үлкен майдан болып жатқан жағдай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бағана күркесіне келеді де Раббысына жалбарынады. Я Аллахым, маған берген уәдеңді орындай көрші. Мына Құрайш міне күллі тәкаппарлығымен, мақтанған түрімен келіп тұр. Осы күнге дейін саған дұшпандық қылды, қарсы келді. Осы күнге дейін олар сенің пайғамбарыңды өтірікші санап келді. Я Алла, уәдеңді орындай көрші. Я Аллах Тағалам, мына мұсылмандардан болған мына кішкентай топқа өзің көмектеспесең, одан кейін саған жердің бетінде енді құлшылық жасалмайды ғой. Қатты кіреді дұғаға. Алла Тағала тіпті истастағисуна роббакум фастажаба лакум. Жалынып сұрап жатқан едіңдер ғой дейді сол кезде. Жалынып сұрап жатқан едіңдер ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сұрап жатқаны, ол дұғада жасап жатса, сахабалар майданда жүріп жатқандықтан күллісі бірге сұрап жатқан болып саналады екен. Жамағаттың абзалдығы осы жерде де. Жамағаттың көрсеңіз қандай пайдасы қандай. Күллісі істеп жатқандай болады ол нәрсе. Сонда сендер сөйтіп жалынып жатқан кезінде пайғамбар жалынып жатыр. Қол деген бұлай кетіп қалған. Түрегеп тұр. Құбылаға қарап, Аллахым деп қайта-қайта. Раббым, егер де мына санды сен құтқармасаң, бұдан кейін жердің бетінде енді саған құлшылық қылынбайды ғой. Егер сен қаласаң, солай болады ғой онда деген нәрселер. Абу Бакр жүгіріп келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның арт жағынан түсіп кеткен жаңағы несін, ридасын иығына қарай жауып, я Аллахтың елшісі, жетеді. Раббыңа жеткілікті жалбарындың. Алла Тағала сенің уәдеңе жауап береді деп сөйтіп жатқан кезінде пайғамбарымызға сүйінші келеді. Қандай деген кезде жаңағы жалынған дұғасына Раббысы жауап берді сендерге. Әнни мубиттукум би әлфин минал малаикати мурдифин. Бірінен соң бірі кезекпен келіп тұратын 1000 періштемен қуаттаймын деп. Қараңыздар, мұсылмандардың бір қызығы, ол Құдай бастаған істің басында жүрсе бұлар, бұл мәселе неге Алла Тағалана сан аз сан болса да дейді, өйткені сенің подкрепленияң 7 қабат аспаннан келеді. Ал олардың подкреплениясы анау жақтағы біреулер өздері сияқты деген нәрседе. Сен ойла, бұндай қуат беретін қосымша күш кім бұндай нәрсені бере алады? Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты қуанған, сол сияқты ол жақтан шаң бұрқыратып келатқан Жибрилді көреді. Абу Бакр, қуана бер, Жибрил тұлпармен келатыр, әне жүгенін ұстап шаңын бұрқыратып дейді. Үстінде сауыты бар екен дейді, соғыс киімі. Қараңыз қандай нәрселер болып жатыр. Жибрил шауып келе жатыр да, артында періштелер, қандай нәрселер. Сахабаларға сол жерде жаңа сұраған кезінде періштелер майданға кіреді ғой. Періштелерге берілген тапсырмаға қарайық. Сол кезде Раббың сенің періштелерге уахи етті, түсірерден алдын. Мен сендермен біргемін деді періштелерге. Қарап тұрған, бақылап тұрған. Күллі нәрсе Алла Тағаланың бұйрығымен істеледі. Фасаббитул лазина аману. Ана иман келтірген құлдарымда бекемдеңдер. Саулқи фи қулубил лазина кафару руғба. Ал енді ана кәпірлердің жүректеріне мен қорқынышты жіберем дейді қазір. Қауіп, қорқыныш салып тастаймын дейді. Сол кезде сендер, ей періштелер, фадрибу фауқал ағнақи вадрибу минхум кулла банан. Ана кәпірлердің басынан шабыңдар дейді. Сондай-ақ ана қару ұстайтын қолынан шабыңдар, саусақтары жоқ қылып жіберіңдер дейді. Алланың бұйрығы соғыстағы сол кезде жағдайларда. Бір кезде сахабалар айтады, ана оқиғаларды нақты жеткен риуаяттарда, бір сахаба бүйтіп, бір мүшіріктің артынан жүгіріп бара жатқан едім дейді. Бір кезде бір қамшыныкіндей бір дауыс су өте қалды дейді, естідім дейді да. Қасымда жаңағындай бір атты жауынгер өтті дейді қасымнан. Сосын қуып баратқан жаңағы мүшірікке қарасам, жерде жатыр дейді анау. Мұрнын кесіп кеткен дейді, бетті тіл жіберген дейді ана. Көк кеткен дейді. Сол нәрсені көрдік дейді. Сосын бір сахаба келе жатып, мен біреуді бүйтіп шабайын деп жатқан кезде басы домалап түсті дейді.
сахабаларға да осы нәрсені көрсетіп, сахабалар не істесін, бекемдеңдер деді ғой. Ондай кезде енді адам өзіңіз ойлаңыз, аналардың жүрегіне қорқыныш кетеді. Олардың саны қанша? 1000 дедік қой жаңа, иә? Соны Алла Тағала Али Имран сүресінде айтады: "Кана лакум аятун фи фиятайни". Сендерге нақты Алланың құдіретінің белгісі болды ғой дейді, екі топ соғысқан кезде. Бадр деген осыны айтып отыр. Фиатун туқатилу фи сабилилlah. Бір топ Алланың жолында соғысып жатқан еді. Ва ухра кафира. Екіншісі кәпірлер еді дейді. Яраунахум мислайхим ру'ял айн. Сол кезде кәпірлер мұсылмандардың санын өздерінің санынан 2 есе көріп кетті дейді. 2000 болып кеткен ғой көздерінен. Періштелер, жаңағы қара ала аттарда жауынгерлер, сап-сары сәлде, аппақ киім. Сол кезде жаңағы мұсылмандарға осындай үлкен не сыйланады да, көмек сыйланады періштелер тарапынан, өзіңіз ойлаңыз. Алла Тағала кімді қаласа оны өзінің жәрдемімен, өзінің жаңағы күшімен қуаттайды. Осы нәрседе сендерге ойланатын болсаңдар ғибраттар бар дейді.